Қайырлы күн, Арс-Инфо ақпарат агенттігінің құрметті көрермендері, сіздермен бірге мен Шалғынбай Назым. Және де бізде бүгінгі қонақта Түркістан көлік прокуратурасының прокуроры Құттыбай Абай Құттыбайұлы. Сізді бүгінгі біздің бағдарламада көргенімізге өте қуаныштымыз. Біз енді прокуратура деген не екенін білеміз, көлік жол қозғалысы барлығын не екенін білеміз. Енді бізге ашық айтсаңыз, көлік прокуратурасы нақты немен айналысады? Саламатсыздар ма? Шағырыңызға көп рахмет. Енді сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ, прокуратураның мақсат пен міндеттеріне ол адамның, азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сонымен қатар заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заң мен мемлекеттің мүдделерін қорғау, егер бұзылған жағдайда қалпына келтіру. Сонымен қатар заңдылықтың бұзылуына ықпал еткен себептер мен салдарды анықтау, және де құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықтың, құқықтық тәртіпті, қылмысқа қарсы күресті ұйымдастырудың жұмысын үйлестіру. Өте керемет. Енді Қазақстанда көлік саласында ең жиі кездесетін құқық бұзушылықтарды атап өтсеңіз, қазіргі таңда құқық бұзушылықтар өте көп тарап жатыр, енді соның ең көп кездесетін, яғни өзіміздің оңтүстіктегі қандай да қылмыс түрлері, құқық бұзушылық көп кездесіп жатыр? Мен қысқа нұсқа жауап беріп кетсем, енді бізде Түркістан облысында кеден бекеттері орналасқан, сол кеден бекеттерінде ең көп кездесетін ол контрабанда және де есірткі қылмыстары. Атап өтсек, қалай, мысалы, көлікке салып жіберу деген сияқты? Енді мысалы кеден бекеттеріне шетелден немесе шетелге шығып бара жатқан көліктердің ішінен жасырын жерлерде есірткі салып қояды. Болмаса алып өтуге болмайтын тауарларды, сол сияқты заттарды алып өтпекші болады. Сол кезде сондай қылмыстар тіркеліп жатады бізде. Дәл осы бойынша сізге бір сұрақ қойып жатсам, мысалы, бізде қазіргі таңда Қазақстан еліне Қытайдан тауарлар өте көп келеді. Мәселен, тыйым салынған тауарлардың қатарына жататын тауарлар да өте көп. Соған атап өтсек, ішімдіктер деген сияқты қазір тыйым салынған. Енді ол жерде тыйым салу, олар сіздердің тараптарыңызға жата ма, жұмыстарыңызға? жоқ, ол біздің тарапқа жатпайды. Мысалы, ол жерде оған біз қарамаймыз. Ол жерде егер заңмен тыйым салынған болса, біз міндетті түрде оған қарсы шұғыл әрекет жасап, құқық қорғау органдары немесе мемлекеттік органдардың заңдылығын тексереміз, соған жүргізіп жатқан. Өте керемет. Енді жол көлік оқиғалары бойынша сіздердің негізгі қызметтеріңізге тоқталып өтсек? Біздің негізгі қызмет ол жерде алдын алу, жол көлік оқиғаларын алдын алу. Мысалы үшін біз енді біздің қадағалау аумағына Түркістан облысында республикалық маңызы бар автожолдар кіреді. Сол себепті сол республикалық маңызы бар автожолдарда рейдтік шаралар жүргіземіз. Сонымен қатар алдын алу шараларын, яғни мысалы автокөліктер тоқтатып жүргізушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді алдағы уақытта мысалы бізде той көп, жиын көп, сол той жиындарда мас күйінде шыққан жүргізушілерге қандай да бір заң, қандай да бір қаншалықты қатаң тыйымдар бар, атап өтсек? Енді ол мастан күйде автокөлік басқару, ол біздің Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабында қарастырылған. Яғни мастан күйде автокөлік жүргізгеніне 20 тәулік әкімшілік қамаққа алынады, сонымен қатар 7 жылға жүргізу куәлігінен құқығынан айырылады. Енді кезекті сұрағымыз, қазіргі жас балдардың құлағына алтын сырға деп айтайық, бізде право алуға, яғни жүргізуші куәлігін алуға уақыты жетпеген балдар, көлікке қызығу тарапы өте көп. Енді сол балалар әке-шесінің рұқсатынсыз көлік айдап шығып жатады, мүмкін рұқсатымен көлік айдап шығып жатады, бірақ жаңағыдай несі жоқ, жүргізу куәлігі жоқ. Сол балаларға кешірім бар ма сіздердің тараптарыңыздан, әлде бір қатаң ескерту ма? Жоқ, жаңа атап өткендей, әкімшілік құқық кодексінде қарастырылған. Ол жерде кәмелетке толмаған жүргізушілер өзін жүргізу куәлігінсіз басқарған болса, онда бірінші орында автокөлік, автотұрақ айыппұл тұрағына қойылады. Сонымен қатар әке-шешесіне айыппұл салынады, және автокөлікті берген азаматқа немесе азаматшаға тоже айыппұл салынады. Ендеше көлік айдауға жасы толмаған жастар, інілеріміз, сіңілдеріміз, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, ешқандай көлік жүргізуші қағазынсыз
көлік тізгінін басқармаңыздар. Ендігі сұрағымыз, бізде жол апатын азайту үшін қандай да бір іс-шара қолданып жатырсыздар ма? Жаңа атап өткендей, біздік алдын алу болғандықтан, жаңағы автожолдарда осы мысалы наурыз айында біз күнделікті рейдтік іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Жолда әрбір жүргізушіге ескерту жұмыстарын жүргіземіз, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, жылдамдықты асырмаңыз деген сияқты, үйіңізде отбасыңыз күтіп деген сияқты түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Өте керемет. Мысалы, мен өзім бірнеше таксиден көріп қалдым. Өзінің отбасының суретімен, бізде Арыста бар таксистер. Әкешім, жай абайлаңыз, біз сізді күтіп отырмыз деген керемет суреттермен, тура жаңа рөлде отыратын адамның алдына өздерінің суреттерін кішігірім қойып қойған. оның өзі қандай ескерту, Ескерту, ондай нәрселер өте керемет. Жаңағыдай бала шағасы солай көлік тізгінін айдайтын кісінің машинасына қойып қойған, өз көзімен сондай жайтты көргенім бар енді. Бізде енді жүргізушілердің жиі кездестіретін қателіктері, жиі жасайтын қателіктері қандай? Жиі жасайтын қателіктері ол, мысалы жаңа айтасыз ғой, өзіңіз такси жүргізушілері, енді түсінеміз, барлығы өзінің отбасын асырау үшін жүр, бірақтан демалуды ұмытпау керек. Бірінші орында ұйқысы қанық болу керек жолда жүрген кезде. Өйткені көбінесе жол апаты жаңағыдай жүргізіп келе жатып ұйықтап кетеді. Сонымен қатар жаңағы айтып өткеніңіздей масаң күйде жүргізеді. Айта берсек көп енді, бірақ соның ең басты салдары сол. Жалпы жол қателікті кешірмейді дегіңіз келіп тұр. Жол қателікті кешірмейді. Құрметті көрермендер, ендеше қоғам көлік қауіпсіздігін арттыру үшін не істей алады деп сұрақ қойғым келіп тұр. Енді қоғам ең алдымен былай айтайын сізге, адам негізі өзінің санасына байланысты бүкіл нәрсе. Егер адам өзі санасына барып, мен көлікті жай айдайын, ереже сақтайын десе, одан түзетіледі барлығы. Егер адам өз санасы жетпесе, онда қаншалықты ол кісіге ескерту жасаңыз да, ол оны елемейді. Ең алдымен өзінің санасына байланысты. Соны айтқым келеді. Енді халықпен жұмыс жасау өте қиын нәрсе. Сізде халықпен жұмыс жасайтын мамансыз, бізде халықпен жұмыс жасаймыз. Енді дәл осы орайда халықпен жұмыс жасау мақсатында сіздің тәжірибеңіздегі ең есте қалған іс-әрекетіңіз қандай? Мен өз тәжірибемде кездестірген, мысалы бізде осы Түркістан облысында Қонысбай кеден бекеті орналасқан. Сол кеден бекетінде Турция елінің екі азаматы жүк көлігі арқылы және жеңіл көлік арқылы 775 килограмм героин есірткісін алып өтпекші болған. Соны біздің құзырлы органдар анықтап, жолын кесіп, Қазақстанда қылмыстық сотқа жолданып, атылған азаматтар өзінің жазасын өтеуде. Ең бастысы тыныштық тілеймін. Қандай істер қоғамда үлкен сабақ болады деп ойлайсыз? Қандай бір әрекеттер, немесе бір істер болады ғой қоғамда? Мысалы үшін мен сізге тағы түсіндіріп айтайын, бір іс болды, баққа жариялаймыз әдейі, халық көрсін, ел көрсін деп та, сабақ алсын деп, әлеуметтік желілерде жариялаймыз. Мысалы үшін жасы кәмелетке толмаған 17 жастағы атын айта салайын, Нұржан деген азамат, мысалы үшін енді атын атпай ақ қояйын, осы Шымкент пен Сарыағаш станциясында меф дейді ғой айтқанда, жастардың арасында меф дейді, есірткі затын сауда жасап, әр жерге тығып, жаңағыдай сөмен айналысқан. Сол арқылы, жаңағы оны бірақ телеграм интернет жүйесі арқылы, жаңағы боттар арқылы танысып, сол жақтан пайда табу мақсатында соларды жаңағы есірткі заттарын әр жерге, әр нүктеге жаңағы жасырған. Оны таба алатын тек қана жаңағы есірткіні пайдаланатын адамдар өзі тапсырыс берген адам өзі геоданы арқылы бір-біріне жібереді, суретін жібереді, сол арқылы сөйтіп. Ол азамат, жаңағы кәмелетке толмаған Нұржан есімді азамат, тоже сотқа жолданып, іс материалдардың барлығы Қазақстанда өзінің жазасын өтеп жатыр. Енді 17 жасқа толмаған бала колонияда шығар. Оған қарамайды, кәмелетке толмаған қарамайды, есірткі қарамайды. Барлығына заңмен белгіленген жауапкершілік қарастырылған. Тек есірткі ғана қарамай ма или қылмыстың? Жоқ, қылмыстың барлығына. Барлығына кәмелет қарамайды. Жоқ, кәмелет қарайды, бірақ кәмелет деген деп оны ұзатып қоймайды. Тек жаза мөлшерін ғана сәл азайтуы мүмкін, былай толығымен жауап береді. Қазір сіздің айтып отқан неңізге қарап мен бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Жастар, енше халық не болып жатқанын көрсін деп, содан титтей бір сабақ алсын деп әлеуметтік желіге саламыз дейсіздер ғой, Енді қазіргі таңда әлеуметтік желі өте жақсы қарқынды дамып жатқан бір жүйе десек те болады. Мысалы, телевизор емес, көбісінің қолында ұялы телефон.
сол ұялы телефонның көлік тізгіндеп жатып ұялы телефонды қойып мысалы сериал қарайтындар бар, тикток қарайтындар бар, сөйлесіп кететіндер бар. Мысалы соларға қандай жаза қолданылады? Мысалы қазіргі таңда камерадан көріп камера түсіріп алу деген сондай іс әрекеттер жүріп жатыр ма? Мен өзім толық білмейді екен, мен сияқты білмейтін халық болса көріп естіп алсын деген. Қазіргі таңда бағана айтып өткендей әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте оған жауапкершіліктердің бәрі қарастырылған. Ол біріншісінде айыппұл түріндегі жаза қолданылады, одан кейінгісінде екі еселеніп көтеріле береді. Ләж болса көлік жүріп келе жатып ұялы телефонға назар аудармаңыздар. Бір секундтың өзі рөл ойнайды негізінде. Секундтың өзі өміріңізді шешіп тұруы мүмкін. Жаңағы айтқандай, жол қателікті кешірмейді. Ең басты қағида, осыны ұмытпасаңыздар, ендеше өзіңіздің бірнеше ізгі тілегіңіз болсын. Қалай айтады қазіргі жастардың тілімен? Қазіргі жастарға қандай кеңес айта аласыз? Жастарға, көлік тізгіндеп отқан жастарға. Көлік тізгіндеп жастарға жүргізуші куәліксіз көлік басқармаймыз. Біріншісі. Сонымен қатар жол ережесін сақтаймыз. Үйлерінде әке-шешелеріңіз күтіп отыр дегендей, соны ұмытпаңыздар. Бірінші орында сол. Ендеше құрметті көрермендер, осы кішкене сұхбаттан өздеріңізге бір ой түйіп алсаңыздар, сіздердің отбасыларыңызды, әке-шешелеріңіз немесе өзіңіздің отбасыңыз, әйеліңіз, бала-шағаңыз күтіп отыруы мүмкін. Сол себепті жолда ешқандай қателік жасамай, ең бірінші қағида, жаңағы жолға түнде шыққанда болсын, басқалай болсын, ең бастысы ұйқыны қандырып алып, жол көлігін тізгіндеп жатқанда ұялы телефонға қарамай, жол ережелерін сақтап жүрейік. Жол қателікті кешірмейді. Ендеше сіздермен бірге болған мен Шалғынбай Назым, сонымен қатар Түркістан көлік прокуратурасының прокуроры Құттыбай Абай Құттыбайұлы. Бүгін эфирге келгеніңізге көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Жақсы, сау болыңыздар.